Турбек Адилбекович, сіздің өтінішіңіз бойынша барлық персонал мүшелері келіп тұр. Я кірсін барлығын. Бәрін түгелдендер ма? Әбунай қайда? Әбунай сәл кешіп келем деді. Кешіңіздер, кешіп қалды. Қайда жүрсің? Жұмысын басталған 2 сағат болған жоқ қой? Тимаған, сәл кешіп келем дедің ғой. Сәл емес, сәл деп өттім ғой. Сәл дегеніміз ол 1 сағат қой, сәл дегеніміз 2 сағат. Қойшы болды. Жинаған себебімді айтайын. Мына бизнес-центрді сатайын деп жатырмын мен. Ойбай, Басеке, не үшін? Я, Басеке, не үшін? Сізден бастықтан айырылғымыз келмейді. Ой, Басеке, айтсаңшы, қарыздарың болса, өзара сабырласып жинап береміз ғой. Не ол? Айттың ба дедім ғой. Сабырласып тек обедін алып беретін шығармыз. Әбунай ниетіне рахмет. Расында бәрі жақсы, бәрі дұрыс. Тек бір кісі ұсыныс тастаған, мына зданияны сатып алайын деп. Қабыл алдым енді. Басеке, қанша сатып жатырсыз? 70 миллионға. 70 немен іздейсіз? Қоя сал, біздің тіліміз мыңнан артыққа келмейді ғой. Сымбат, mesela жұмыс тапсырған қазір бар емес, осы біздің ғимаратқа Берік Маратұлы деген бір кісі келеді. Соны аралатасың, іште таныстырасың. Ұнаса, ол кісі алады онда. Қайсан о, ет дүкені бар базарда, Берікті айтып тұрсыз ба? Сол Берік қой. Танысыңдар онда, тем более жақсы ғой, жұмыс істеп кетесіңдер онда. Басеке, жаңағы Берік Маратұлы деген ішті ұнатпай қалсын істейміз? Ұнатпаса енді алмайды ғой. Дальше өзім жұмыс жасай беремін сендермен бірге. Бірақ енді сендерде қызметкерлер ұнатпау мүмкін емес қой. Давай сонда жұмыстарын кірісе беріңдерші барып. Анау Берік деген бастық болып келсе, бәріміз құрейтінімізді білесіңдер ма? Оны бүкіл арал танитын шығар, өткенмен жолдаспағым сонда ақыран болып істеді ғой. Сол кезде сол айтады да, кешігіп келсең, штраф салады дейді. Ерте келсең де штраф салады дейді. Сонда уақытылы келсең не істейді екен? Уақытылы келем дегенше біз масоқ қылады ғой оған дейін. Айтпақшы, менде бір идея бар. Жаңа Басекең айтқан жоқ па? Жаңа бастықтарың сатып алмай жатса, мен дальше сендермен жұмыс істей беремін деген жоқ па? Сондықтан давай жаңа бастық алмайтындай бір амалдар жасайық. Табылған ақ. Негізі бар ғой, сен түрің онша емес болса да ше, басың қатысыйды ғой негізі. Өзіңе қарағаш. Түр дейтінде түріңде жоқ, басыңда істемейді дұрыс. Мен осы түрмен талай қыз сындырғам. Қайда, қараңғыда ма? Туғандар, одан да барып, онша емес жұмыс істеуге кірсіңдер бар. Давайте онда кірсек. Мүмкін наушнигін шешіп сөйлесерсің? Ой, айта бермес бәрі, естің бейді наушник қой бәрі. Яғна басында істемейсің, құртап жүргенсің ба? Айванай, айтпайтын жыра, дық. Істемей, жиенім ұқсайсың кәдімгі. Жиенің чө, мен сияқты красавчик қой не? Жөзі көп шет. Іште жалпы жұмыстар қалай болады жалпы? Жұмыс дейсің бе жалпы, жұмыс ондай қатты мықты емес. Бірдеңе де түнде 3-ке қарай осы жерде бір шал фонарикпен жүргені көрінеді. Ол осы жерде охранник болған кезде. Соның елесі бар іште. Қой сойып құран оқып жүрмедіңдер ме ішке? Негізі қой сойып баяға бастық істеді ғой. Одан кейін елестің қасына қосылып, жаңағы қойда шатын болды. Қой сойған сайын шалдың жағдайын жасап жатыр кезінде өздері кәдімгі, иә? Сол бастық бәлесіне ол уақытта сатып жіберу бірдеңе. Бір кім алса да бәле болайын деп тұр. Бастық айтып жатқан негізі. Нұрбек, сен неге жұмыстан ерте қайтып кетіп жүрсің? Енді қараңғы батып кетпей тұрып үйге жетіп алайын деген ғой. Тағы біреулер тиісіп жүрсе. Сен бетшеш, жұмыстан қайтар кезде ше, сен боянбай шық табиғи түріңді. Сол кезде саған ешкім тиіспейді. Бәсе, таяқ жемей аман қайтатын содан ба? Жоқ, мен кезінде деген ауылды қараман ғой. Кезінде деген мен деген ұрғанымды құлататын ем. Содан кейін мен бәрі ұйқы жакай деп кетті ғой. Ой, қойшы жүріп жүргенде ұйқыдан басқадан білмейтін едім ғой. Алло, Әбунай, сен не өтті ма? Болды, біз дайынбыз осы. Берік мырза келе жатыр екен. Давай дайындалайық. Қалай болады екен, мен ойша ұрсамайын ғой. Ой, осындай да періште бола қалмаш. Баяғыда мен жүріп отырған кезде білесің ба? Ит сататын апалардан да асып түсетінін ғой. Келді. Айттым ғой саған, осының бәрі сенің кінәң деп. Бір құлағын кесіп алсаң мақұл, екінші құлағын кесіп тастағаның не? Енді сен емес па асықтырып қоймаған. Кешірім сұрап көрейік те, ары жазбай-ақ қойсын. Құлағы естімейді ғой, несін кешірім сұрайсың? Мына жер қалаулым ба, салон ба? Салаулым ғой. Шашалдыруға келдіңіз ба? Құлақ керек болса маған алдыңыз. Құлақ керек емес болса мына қызға барсаңыз болады. Не болып жатқанын түсінесің бе ана жерде? Ой, мына қыз кеше
бір клиенттің құлағын кесіп алып, ол кісі арыз шағым жазды ма, зиолоға салам дей ма, бұған салса болды ғой. Бізге адам түгел қойдың жүнін қырқуға да келмейді ғой. Иә, сол үшін срочно сатып жатыр ғой. Бізді қоя беріп, жұмыс тауып алармыз. Новый бастыққа ауыл болатын болды. Бұл жайында бастық білемесіңдердің? Сөйтіп, алдыртатын болдыңыз ба? Жоқ, құлағым ауырып тұрған сияқты что-то. Дәрігерге көрініп келмесем мен. Алло. Аха, болды ғой. Түсіп келе жатқан настроениесін жерге тығып жібереміз ғой. Сырым, сырылмай, дайындалыңдар, клиент келе жатыр дейді. Саламатсыз ба? Салон екінші этажда. Маған салон айтпақшы, бір стакан су берші тезірек. Су? Шынымен тапсыз беріп тұрсыз ба? Пранк емес па? Бір стакан сумен нең пранкі? Су берші тезірек. Құттықтаймыз онда, сіз біздің юбилейный бірінші клиентіміз болдыңыз ғой. Сіздің бүгінгі берген заказдарыңыз тегін берілетін болды. Оны білген кезде деген толтырып заказ беретін ғой, енді ашыласыздар ма не? Жоқ, ашылғанымызға 1 жыл болды ғой. Мүлдем клиент келмейді, күнде сол стаканымызды бен шанымызды сүртіп кетеміз. Арасында ішіміз пысса, біреуміз официант, біреуміз клиент болып ойнаймыз. Қалай келмейді ол, қаланың қақ ортасында тұр ол. Ішке адамдар тек салонды ғана сұрауға келеді. Сізге бас секреті бірдеңе айтайын ба? Кезінде бір клиент келген еді, соның заказы дұрыс бермей қарғап кеткен ғой. Содан бері клиент келмейді дейді. Негізі қарғысы мықты болып тұр ғой. Тауып алып 1-2 адамды қарғатып жіберу керек сол. Сол бастық тезірек сатып жіберсе, өзімен бірге бізді алып кетсем дейді. Жарайды, маған бір стакан су берші. Жақсы, рахмет. Отыра беріңіз. Төребек Әділбекович, сіздің өтініңіз бойынша барлық персонал мүшелері дайын отыр. Келдіңдер ма? Әбуне қайда тағы? Кешіңіздер, кешіп қалдым. Көріп тұрмын кешіп қалғанды. Әбунесі қызықсың бар мұсыз? Таңертең ладненде бар мұсыз? Кешіп болды, кешіксін қалай кешіп жүрсің? Өзі 2-ақ этаж. Жаңа жұмын көріп жатқанмын ғой астында. Сол қызығына кіріп шығамын, сол соңына дейін. Үйде көрмесең болмай ма соны? Жоқ, бос бізде былай ғой, үйде Wi-Fi жоқ, өзімде 70 мегабайт қой, айына береді. Ол жетпей қалды да, жол жоспарымды жаңа досымнан. Қойшы, әуелде сен сылтауында осылмайды. Жинаған себебімді айтайыншы, таңертең айттым осындай бизнес-центр сатам деп. Келген қонағымыз Берік Маратұлы өкінішке орай біздің бизнес-центрді ұнатпай қалды, сол себептен сатпайтын болдым. Бос, сіздің басшы болып қалатыныңызға қуанып жатырмыз. Иә, біз сізге уже бауыр басып қалдық. Әкеміз болып кеттіңіз ғой сіз деген. Әке бір 10 теңге берсінші десең. 5 теңге ма? Мейлі қанша барсаң жібер. Арал қаласы. Мұнда қызық көп. Аспанның түсі көк дейсің ғой. Жаңа жоба болса екен, басым ұрып қысылады есікке, тексеріп жүріп келеді басеке, бірақ бұл жұмысшын ұлатында басеке. Басым ұрып қысылады есікке, тексеріп жүріп келеді басеке, бірақ бұл жұмысшын ұлатында басеке. Бұл ұжым көріп екен, барлығы бөлек екен, қиындықта қол созып, қуанышта бір екен, жаңа жоба болса екен. Бір рет көріп кеттік. Жоқ, басыңызда бір рет көріп кеттік. Осамаса? Иә. Что-то... Мен сол күні мамылды. Сырбай, бештар тұзыр, қолын екі шүкір. Әбуне қайда жүрсің? Жұмысын бастаған 2 сағат болған жоқ қой. Сен маған сәл кешіп келіп. Кеттік ал. Ал, қайсына 1, 2, 3. Ал, қош келдіңіз. Мүмкін наушник кесіп жүрсің. Айтеміз, істемейтін наушник қой. Басыңда. Кеттік абырым. Bir günde 3 серия сүреміз дегендерің қақты? 5 серияға жөніп қалды. Нешінші серияға келіп жатсыздар? Біріншісінен. Бұйырса бүгін съемкінің бірінші күні әлі бастай алмай жатырмыз. Проблема ол мына ачы серияны іле алмай жатыр. Әлі іле алмай жатырмыз мына ачы серияны.